Қазақ театр өнерінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан тұлғалардың бірі. Сыншы, аудармашы, педагог, өнер зерттеушісі, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Әшірбек Төребайұлы Сығай еді. Ол қазақтың рухани әлемінде өзіндік орны бар, өнерге деген адалдығымен, сөзге деген жауапкершілігімен, сынға деген биік талғамымен дараланған азамат. Әшірбек Сығай 1947 жылы 11 қаңтарда Түркістан облысының Кентау қаласында дүниеге келген. Тегін Қоңырат руының жетімдер бұтағынан тарқатады. Ол өнерге жастайынан құмар болып өсіп, Алматы консерваториясының, қазіргі Қазақ ұлттық консерваториясы театр-тану бөлімін 1969 жылы тәмамдайды. Өмір жолын мәдениет саласында бастаған Әшірбек Сығай әр жылдары жауапты қызметтер атқарған. 1974-1978 жылдары Қазақстанның мәдениет министрлігінде театр бөлімінің бастығы, 1978-1979 жылдары Алматыдағы өнер басқармасының бастығы, 1979-1983 жылдары Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің мәдениет бөлімінде нұсқаушы, 1983-1989 жылдары мәдениет министрінің орынбасары қызметін атқарды. Ал 1989-1991 жылдары Алматы театр және кино институтының ректоры, 1991-1994 жылдары мәдениет министрінің бірінші орынбасары болды. Кейіннен Қазақ ұлттық өнер академиясында, бүгінгі Қазақ ұлттық өнер университеті профессор ретінде талай шәкірт тәрбиелеп, театр өнеріне терең бойлаған зерттеулер жүргізді. Әшірбек Сығай терең білімді, биік талғамды театр сыншысы. Ол жазған әрбір мақала, әрбір рецензия сахна мен актер тағдырына жауапкершілікпен қарайтын адал сыншының сөзі еді. Оның қаламынан туған еңбектер театрдың бүгінгісі мен болашағына бағыт-бағдар берген тұғырлы туындылар. Сығайдың қаламынан туған кітаптар қатарында Іңкәр шақ, Сыр сандық, Сахнаға сапар, Жарнама алдындағы ой, Сахна саңлақтары. Бұл еңбек үшін 2000 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Театр тағылымы, Толғам, Талдықорған театры және тағы да басқа. Ол тек театр сынымен шектелмей, көптеген шет елдік шығармаларды қазақ тіліне аударды. Аудармалардың қатарында Ежовтың Бұлбұлдар түні, Мольердің Еріксіз үйлену, Гальдонидің Күлкі оқиға, Роквидің Мазасыз әжей, Иосильянидің Арбаң аударылғанша атты пьесалары бар. Әшірбек Сығай өнер мен мәдениет саласында атқарған қажырлы еңбегі үшін бірнеше жоғары марапаттарға ие болған. 1989 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері атағы берілді. 2000 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. 2004 жылы құрмет орденімен марапатталды. Сонымен қатар тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты болды. Ол туған жері Кентау қаласы және Түркістан облысының құрметті азаматы. Әшірбек Сығай парасатты ой иесі, терең мәдениет пен білімнің иесі еді. Ол тек театр сынын жазған жоқ, сахна өнерінің мәнін түсіндіріп, актер мен режиссерге бағыт-бағдар сілтеді. Оның сындары өнер адамдары үшін темір қазық, халық үшін әділ бағалау, шынайы сөз еді. Қазақ және орыс тілдерін жетік меңгерген сыншы аға лейтенант әскери шенінде де ие болған. 2014 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Әшірбек Сығай сын сардары атты деректі фильм түсірді. Бұл фильм оның саналы ғұмыры мен театрға адалдығының айғағы.
қорытындылай келе, Әшірбек Сығай қазақ өнерінің бір туар тұлғасы. Оның қалама сахна сырын сөйлетті, өнердің өзегін ашты. Ол театр мен өмірдің арасындағы нәзік шекараны танып, өнерпаз бен көрерменнің арасына көпір бола білген сирек жан. Оның мұрасы келешек ұрпаққа үлгі, ал есімі қазақ мәдениетінің алтын қорында мәңгі қалмақ.